Өмір өзен ілгері қарай өзінің ағынымен аға береді. Соған ілесу әрбір пенденің, адамзаттың міндеті. Берген өмірді, берген тіршілікті дұрыс пайдалану, соның ығына қарай өмір сүру, адамдармен тіл табыса жүріп тіршілік жасау, соның бәрі әр пенденің өзінің мойнында. Мен Мәли Есенгелді 1950 жылы Арал ауданының ұялы елді мекенінің ұялы ауылдық советінің қарамағындағы Үшмырза учаскесінде 6 сәуір күні дүниеге келдім. Міне бүгін сол 75 жылдық өмір жасымның соның нәпақасын тауып, соның тіршілігін жасап, дәмін татып отырған жағдайым бар. Жаман өмір сүрген жоқпыз, әлде де өмір сүруге ниеттіміз. Азды көпті абырой, атақ, дос, жаран, туысқан жинадық, соның бәріне шүкіршілік дейміз. Енді бүткіл балалық шағымыз, өміріміз, жастығымыз, кішкентайда болса жігітшілігіміз, аз да болса сол ұялды елді мекенінде өткенін қазіргі күні мақтанышпен еске аламын. Үшмырзада 3 жылдық класты бітіргеннен кейін әкемнің пенсияға жету жасына орай ұялыға көшіп келдік. Сол ұялыда 4-ші сыныптан бастап оқып, 8-ші класты 1965 жылы бітіріп, сөйтіп Қазалының ауыл шаруашылық техникумына түсіп оқыдым. Менің қазіргі өмір баянымда 3 жер ұмытылмайды. Бірінші, өзімнің туған жерім, өскен, балалық шағым өткен ұялы елді мекені, сондағы жасаған тіршіліктерім, қатысқан құрдастарым, жолдастарым, аға қылып етегінен ұстаған, інілік парызымды өтеген, інілеріме қолдан келгенімше өзімнің білгенімді үйреткен ұялы мекені. Содан кейінгі 1968 жылы көшіп келіп, сол арада үйленіп, үй болып, еңбек майданына атсалысып, атақ, абырой жинаған жерім Өркендеу ауылы. Содан кейін кеше ел тәуелсіздік алғаннан кейінгі кішкентай аласапыран болған жер кезде Бірлік ауылына келіп, сонда агроном болып орналасып, бұрынғы мал бордақылайтын ауылды егіншілікке үйретіп, күріш егуге үйретіп, сол арада балаларымды үйлендіріп, қыздарымды үй қылып жіберген Бірлік ауылы 18 жыл тұрған менің өмірімдегі ұмытылмастай белестердің өткен жері. 1968 жылы Өркендеуге көшіп келмей тұрғанда ұялыдағы өмір, теңіздің толқынындағы өмір, сол арада өткен жастық шақтар ұмытылмайды. Бір бүйрегіңде тұрады. 1968 жылы Өркендеуге көшіп келгеннен кейін енді өзімнің мамандығыма сәйкес жұмыс табылмады. Сонымен сол егін шаруашылығына бірінші ашылған совхоз күріш шаруашылығына, соған жұмысшы, учетчик дейді, бригадының есепшісі, бригадир, агроном, бас агроном болып қызмет істедім. Одан кейін мынау Бірлікке келіп 96 жылы бұл бұрын мал бордақылайтын алаң болған, кейін жоқ, барлық малдың бәрі тарап кеткен. Сол жерге келіп жігіттердің аудан әкімшілігінің өтінішімен, сол кісілердің несімен Бірлікке келіп күріш еккізіп, сол күрішшілермен бірге 18 жыл тіршілік жасап, елмен сөйтіп зейнетке шықтым. Құдайға шүкір, абыройсыз емеспін. Медалдармен, алғыс хаттармен марапатталдым. Ең соңында кеше Қазалы ауданының құрметті азаматы деген атақ, сондай атақты алып, сонымен қазір пенсиялық жаста өмір сүріп жатырмын. 1968 жылы Өркендеуге көшіп келгеннен кейін шешем Жиналы қызы Сәуле 52 жасында осы айта беретін науқаспен ауырып қайтыс болды. Мен сол кезде техникум бітірейін деп жатырмын. Бірақ енді әкем бар, сол кезде 68-де, сол 19 жасымда үйлендім. Құдайға шүкір, енді ең үлкені мен, Күлән Ерқасымқызы деген өзіммен бірге оқыған азаматшаға үйлендім. Үйдің түтіні түзу шығып, енді түзеліп жатқанымызда 82 жылы әкем қайтыс болды. Енді үлкен кісі, абыройлы кісі болды әкем. Мынау балықшылықта да абыройлы болып, жылым бригадасының бригадирі болып, 31 жыл жұмыс істеген Үшмырзада, содан пенсияға шығып, еңбек қызыл ту орден деген орденмен наградталып, басқа да медалдар болды. Енді 68-де кемпірсіз қалғасын мен үйлендім 19-ында. Сөйтіп 6 балалы болып, әкемді жерлеп кемпірінің қасына жүргенімде 85 жылы көлік апатынан Күлән марқұм қайтыс болды. Алды 15-те, арты 9,5 айлық 6 баламен қалдым. Бірақ әйтеуір Құдайға шүкір, ағайын туыс бар,
шекизат бар, дос бар. 1987 жылы әйелімнің жылын жасап болғаннан кейін Бибігүл Қойайдар қызына үйленіп, қазір бұл кісіден 3 бала. Сонда біз 9 балалы, 4 ұл бала, 5 қыз баланы өсіріп, соларды адам қылып, соларды оқытып, жұмысқа тұрғызып, мүмкіндігінше тәрбиелеп, құтты жерлеріне қондырып, қазір Бекең екеуміз міне 87 жыл, 37 жыл сол балаларымызды, кіші баламыз Мейірбектің қолында, Қазалыда пенсия жасында екеуміз тәрбиелеп, солардың қызығын көріп жатырмыз. Сол 9 баладан 28 немере, 7 шөбере сүйіп, жақсы, бақытты семья жағдайында отырмыз.